Бүгін біздің химияда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану пәні бойынша 4-ші дәрісімізге тоқталамыз. Дәрісіміздің тақырыбы дидактикалық білімдерді ірілендіру технологиясы. Жоспарымызға тоқталатын болсақ, бірінші дидактикалық бірліктерді ірілендіру, екінші химияны оқытудағы дидактикалық бірлікті ірілендіру тәсілдерінің жүйелері. Үшінші, дидактикалық білім берудің пайдасы. Төртінші, дидактикалық бірліктерді ірілендіру. Бесінші, тепе-теңдік және оған әсер ететін факторларды оқыту. Бір тақырыпты мысал ретінде алып отырып бұл жерде. Енді дәрісімізге тоқталып өтейік. Бірінші, дидактикалық бірлікті ірілендіру деп нені атаймыз? Соған тоқталайық. Яғни, арнайы ұйымдастырылған оқыту барысында оқу мазмұнын ірі блокпен беру, оны құрылымдау, жүйелі баяндау және ұтымды меңгеруді айтады екенбіз. Ірілендіру дегеніміз оқу материалын қарапайым ету емес, оны жалпы түрде қарастыру әдісі болып табылады. Оқу материалының игерудегі бұл жағдай пән мазмұнының негізгі құрылымын жасауды ұсынады екен. Бағдарламадағы материалды жүйелілігі кез келген жеке фактіні құрылыммен байланыстыруға мүмкіндік беруі тиіс. Сонда материал жинақтау проблемасы туады, оны белгілі графиктік тәсілмен көрсетуге болады екен. Оқу материалының сызба нұсқасы түріндегі көрнекілігі оқу материалының біртұтас меңгерілуіне ықпал етеді және білім берудегі элементтердің өзара байланысының қалыптасуына жағдай туғызады екен. Химияны оқытуда дидактикалық бірлікті ірілендіру тәсілдерінің жүйелері төмендегідей жіктеліп тұр. Яғни, өзара жақын білімдердің бірге және бір мезгілде оқыту, қарама-қарсы объектілерді, құбылыстарды және процестерді меңгерту, тұтастықтың дидактикалық бөлігі ретінде бірлікте оқыту, үшінші химиялық ақпараттың өрнектерін кең және шолу түрінде беру, тәсілін пайдалану, бұл жерде графикалық, химиялық формулалар мен теңдеулердің жалпы түрін, мультимедиалық және матрицалық сызба нұсқаларды блоктау, яғни теңдеулерді толықтырып жазу кіреді, өзара байланысқан есептер мен жаттығуларды құрастыру және шығаруды химиялық экспериментті енгізу болып табылады. Ал соңғымыз, яғни объектілер мен химиялық тәжірибелердің сапалық және сандық сипаттарын бірлікте қарастыру болып табылады екен. Осы жүйелік негізінде жаңағы алдыңғы слайдымызда көрсетілгендей дидактикалық ірілендіруді біріктіру болып табылады екен. Жаңа жоғары слайдымызда айтып кеткендей, бірнеше ірілендірудің тәсілдерін ұсынып отырып, енді келесі тәсілдерді пайдалану нәтижесінде білімнің біртұтастығы және ұтымдылығын қалыптастыру болып табылады және оқыту процесін бұл жерде қарқынды жүреді екен. Қарастырылып отырылған технологиямыз негізгі тәсілі өзі жақын материалдарды бір-біріне бір мезгілде оқыту, сонымен қатар оқу материалдарының құрылымы мен проблеманы сараптауды талап етіп отырады екен. Химия пәні бойынша оқу материалдарының құрылымдануы материалды блок түрінде мазмұндау, яғни біртұтас қабылдауын қарастырады. Білім беру процесін, яғни активтендіреді дейікші, ірі блокта жетекші ойды бөлу, логикалық байланысты орнату оңай болып табылады екен. Химияны оқытуда бір блокқа біріктірген тақырыптарды мысал ретінде алуға болады. Мысалы, оттегі, сутегі және су. Олар қамтқан және қамтпаған көмірсутектер олардың туындыларын кіріктіруге болады. Бұл процесс білім алушыларға белгілі бір ғылым саласында білімнің біртұтас бейнесін көруге және оларды өзара байланысы мен иерархиялық бірізділікте жүйелеуге көмектеседі екен. Оқу материалының блокты, графикалық түрі, оның құрылымдық ұйымдастыруына ғана емес, бұл блоктың бұрынғы біліммен байланысын көрсетеді. Яғни оқушыларға өз бетінше және меңгеруде пәншілік және пәнаралық қабылдауын қалыптастырады екен. Пән мазмұны бойынша блокты құрастырғанда әрбірі қолданылатын сызба нұсқаның көрнекілік блок элементтерінің арасындағы қатынас пен байланыс көрсетеді, білімді жүйелеуге және қорытындылауға көмектеседі екен. Енді біз мысал ретінде химиялық тепе-теңдік тақырыбын көрсетіп отырық. Бұл жерде химиялық тепе-теңдік білесіздер,
бір немесе бірнеше қарама-қарсы жүретін қайтынды реакциялар жылдамдықтарының теңескен күйі болып табылады. Қайтынды реакция аяғына дейін жүрмейді. Ол басталғанда тура жүретін реакцияның жылдамдығына жоғары, кері реакцияның жылдамдығына баяу болады. Тура жүру реакциясы жүрген сайын жаңағы алынған заттың концентрациясы азайып, жылдамдық кемейді. Керісінше тікке реакциядан пайда болған өнімнің концентрациясы артып күшейеді. Біртіндеп екі реакция жылдамдығы теңеседі, яғни В аденіміз бен В2-мыз, және осындай химиялық жағдайды тепе-теңдік деп атайтынын сіздер биорганикалық курсынан білесіздер. Бұл осы химиялық тепе-теңдіктің ығысуын ары қарай блок түрінде беруге болады. Бұдан кейін сіздер әрбір тепе-теңдіктің концентрациясын, яғни анықтамасына тоқталамыз, одан кейін константысына тоқталамыз, оның формуласын мына жерде көрсетіп қойдық мысал ретінде. Келесі блок ретінде Le Chatelier принципі бойынша осындай блоктарды қамтуға болады сызба нұсқа арқылы. Концентрация, температура, қысым, катализатор. Бұны сіздер биорганика және физикалық химия және коллоидтық химияда бір-бірімен бірізділікте блок түрінде бір-бірін пәнаралық байланыс ретінде толықтырып отырамыз тақырып бойынша. Соны мысал ретінде көрсетіп отырық. Яғни концентрацияның әсері, температураның әсері, қысымның әсері және катализатор. Осы төрт негізде осы біздің химиялық тепе-теңдік тақырыбымызды бір-бірімен байланысу арқылы осы дидактикалық ірілендіру процесін тиімді етіп көрсетуге болады. Және балаға жаттықтық ретінде схема түрінде ма, әлде блок түріндегі сызбалар арқылы, олар бірінші курста қандай деңгейде болды, 2-де, 3-те, өздеріңізде біліп отырсыздар, бірінші курстағы білім деңгейлеріңіз бен қазіргі 3-ші курста білім деңгейі. А мектеп оқулықтарында ол 7-ші сынып, 8-ші сынып, 9-ші сыныпта қалай беріледі? Сондай тақырыпты дидактикалық ірілендіру технологиясы арқылы химияны оқытуға болатындығын бүгінгі жоспарымыз бойынша баяндап өттік деп ойлаймын. Қорытындылай келе, дидактикалық білімдерді ірілендіру технологиясы оқушылардың ақпаратты қабылдауын жеңілдетеді және материалды тұтас жүйе ретінде түсінуге мүмкіндік береді. Оқытудың бұл әдісі уақытты үнемдейді екен, себебі ұқсас тақырыптар мен идеалдар біріктіріліп жүйеленеді екен, танымдық, белсенділік пен ойлау қабілеті дамиды. Өйткені оқушыларда фактілерді жаттаумен ғана шектелмей, олардың арасындағы байланысты түсінеді екен. Қолдану аясы кең, яғни білім беру технологиямыз айтып отырған жаратылыстану ғылымдарында, гуманитарлық пәндерде де және кәсіптік білім беруде де өте тиімді болып табылады. Бұл технологияны оқытудың жоғары деңгейіне қол жеткізуге көмектеседі, өйткені ол оқушылардың материал терең меңгеруіне және оны практикада қолдануға ықпал етеді. Жалпы дидактикалық білімді ірілендіру технологиясы білім сапасын жақсартатын тиімді оқыту әдістерінің бірі болып табылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Дәрісімізді осымен аяқтаймыз. Жалпылама сіздерде бүгін дәріс жоспарға сай беріліп отыр. Ары қарай біз практикалық семинар сабақтарымызда осыған әрбір блокқа семинар сабақтарын жасап, яғни мектептің 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптар аралығындағы пәнаралық байланыстарды осы дидактикалық бірлікті ірілендіру технологиясы арқылы блоктау, схемалау, пәнаралық байланыстарды қатыстыра отырып семинар сабағымызда бірге жұмыс жасайтын боламыз. Рахмет.